мәртебеге ие болған тарихи шаһарды дамытудың жаңа механизмдері қалыптастыру мақсатында мемлекеттік деңгейде бірқатар міндеттер жүктелуде. Өздеріңіз білесіздер, көрікті жүзді қолданушылар қалашығы туристік кешені құрылысы қарқынды жүруде. Жалпы бұл жердің жер телімі 2,3 гектарды құрайды. 1 гектар абаттандыру алаңы. Бұл жерде жаңадан 100-ден астам жұмыс орындары құрылады. Туристік кешеннің негізгі бөліктерін атап өтсек, ол туристік нысан арнайы көрме зал, шеберханалар, шоурум бөлмелері, саялы бақ, шығыс базары, мейрамханалар және қонақ үй қамтылған. Қазақ руханиятының темірқазығы болған Түркістан қаласы осыдан 560 жыл бұрын ту көтерген қазақ хандығының саяси ордасы болған екен. Хандықтың іргетасы қаланғаннан бастап, қазақтың талай игі жаршысы билік жүргізіп, елге төрелік айтқан 200-ден астам хандар мен батырлардың, би шешендердің мәңгілік мекен тұтқан киелі жері. Осы кәсіпкерлермен кездескенде де тапсырма берген болатын. Жаңағы біз Қазақстанның туризмін дамытсақ, экономикасын көтерсек болады деп. Оған толық біздің табиғат мүмкіншілігіміз, біздің жаңағы осындай әдемі жерлеріміз, қасиетті жерлеріміз өте көп. Мемлекет басшысының бұл шешімі қаланың тарихи келбетін сақтай отырып, заманауи мегаполиске айналуына мүмкіндік беретініне, тарихи мәдени мұраларды қорғау мен жаңғыртуға, инфрақұрылымды дамытуға, инвестиция тартуға жол ашатын болады. Ерекше мәртебе беру туралы заң жобасы парламент қабырғасында алғаш рет қазақша әзірленді. Жан-жақты егжей-тегжейлі зерделедік. Бірнеше мемлекеттің тәжірибесіне сүйендік. Барлық мәселе заң аясында өңірдің тұрғындарынан өтініштер түсті. Парламент қабырғасынан көптеген ұсыныстар келді. Соның бәрін заң аясында қарастырып, елге халыққа керек нәрсенің барлығын осында кіргіздік.